Мұздай қаруланған мына қызыл құмырсқалар қосына бірталай жол басып, қара құмырсқалардың илеуіне де жетіп, бір демдақ илеуді қоршауға алып, тосын келген жаудан тосырқай қалған қара құмырсқалар қайтерлерін білмей тұрғанда, қызыл құмырсқалардың қолбасшысы шабуылдаңдар деген бұйрық түсіріп, қызылдар неше түрлі озық қару-жарақтарымен қаралардың илеуіне қарай құтырына шабуылға өтіп, тіс шұқығышты жебе ретінде асса, ракеткемен тастарды зеңбірек қып атып, қаралардың илеуін бірдемдақ шұрық тесікке айналдырып, қарсы жағының күші өздерінен басым болса да, қараларды дереу қорғаныс шебін құрып, төмен қарай мақталы таяқшыларды лақтырып, қызылдардың жолын бөгеумен бірге неше түрлі дәрі-дәрмек дәмдендіргіштер арқылы илеу айналасына көпіршік қалыптастырып, қызылдардың ішке басы кіруін тежеуге тырысқандармен де, қызылдар тіпті де үлкен қаруларды шығарып, үлкен темір допты илеуге қарай атып, бұдан қаралардың илеуінен тәп-тәуір үлкен тесік пайда болып, қызылдармен бұлайша тірессе, илеуді қорғап қала алмайтындығын білген қаралардың қолбасшысы дереу патшаларына барып хабар жеткізіп, бұған патшалары дереу қанба жауаптысын іздеп, одан құрал-жарақ алыңдар деп бұйрық бергендіктен, қолбасшы қанба жауаптысын іздеп келіп, патшаның жарлығын жеткізгенде, қанба жауаптысы сақтаулы тұрған бір қап сіріңкемен қалың мынадай торсылдақтарды беріп, қолбасшы торсылдақтарды илеудің үстіне алып шығып айналдыра тізіп, сіріңкенің қабын ашса, іште тек бір тал ғана сіріңке қалған болып, бұны көрген қолбасшы біраз үмітсізденгенімен дереу сіріңкені алып шығасыла қорапқа үйкелеп жандырып, дереу бір торсылдақтың білтесін тұтатып қалғанда, фильм ұнаса ақш жүрек беріп мені қосып алыңыз, келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Осылайдан торсылдақтың бұл жарылысынан бірталай қызыл құмырсқалар өліп, қалғандары бытырай қашқанымен, бірақ қаралардың қолындағы сіріңкеде өшіп, бұны көрген қызылдардың қолбасшысы қайтадан шабуылдаңдар деп бұйрық бергендіктен, қызылдар қарағайдың бүршігімен илеудің қақпасын құтырына ұрғыштап ішке кіруге айналса, ал садақшы қызылдарды айырғасып тесіп әйтеу барлық құралдармен қараларды атқылап, бұдан қаралар шипамыздың біткен жері осы болды деп ойлап тұрғанда, араларындағы тұрған көшегеш қанты алған жерден бір қап сіріңкенің көрген несін алып, өзінің барып сол сіріңкені алып келу ой бар екенін айтқандықтан, қаралар оның сәт түрде қызылдардың қоршауынан ұшып шығу үшін ақшадан бір кішкене аэроплан жасап, үстіне көшегешті отырғызып, бар күштерімен сыртқа қарай итеріп қалады. Осылайдан көшегеш ақыры қоршауды бұзып шығып, тоқтаусыз ұшқаннан ұшып отырып, қантты алған дастархан басына оралып, бұл арадағы сіріңкені алған бойдан кері қайтып келе жатқанында, кенет төрт шыбынның бір кішкене көшегешке тиісіп жатқанын көріп қалады.